Арада 2 жыл өтті. Әпкемнің ауруы жазылмай асқына берді. Емдету үшін біраз қалаларда үй көрмей айлап жататын болды. Ол кезде мен 9 сыныпта оқитын, үйдің барлық тірлігін алып жүретін, әрі әпкемнің тәтті қызын бағып керемет күн кешудемін. Ал жездем болса маған өте ерекше қарайтын. Бойжеткен мені кішкентай қызыммен жиі қыдыртып, қалаған киім, керектілерімнің бәрін алып берді. Осы үйге келгелі қызым деп айтатын еді, 9 сынып оқығалы тәтті қыз деп те атап жүрді. Ал мен ештеңе де ойламадым. Ауру әпкем үйде 10 шақты күндей болды. Кейде 5 күнге жетпей ауруханаға түседі. Қан қысымы жиі көтеріледі. Анамның айтуынша дуа жасалған дейді. Осы күнге дейін қанша қалаға барып ем алса да еш нәтиже жоқ. Ал мен 9 сыныпта парталасым Русланға ғашық болдым. Ол да мені сүйді. Жездемнің арқасында әдемі қымбат киімдер киіп, сыныпта жарқырап жүрдім. Әрі сұлулығым тағы бар. Әкеме тартқан қой көзді, қара қастарым, ұзын кірпіктерім менің сұлулығымды онан әрі сұлуландыра түсетін. Біраз мен деген жігіттер сөз айтып, мереке сайын сыйлық ұсынады. Соның ішінде Руслан да үміткер. Жаңа жыл мерекесінде менің иә деген сөзімді алған жігіт мені құшақтай айналдырып жіберер емес. Екеуміздің сол күндеріміз өте бақытты жылдар еді. Мектеп бітіргенше қол ұстасып, ел аузындағы қозы мен баяндай болдық. Екеуміздің арманымыз өте көп еді. Мектепті ойдағыдай бітіргенімізді тойлап үйімізге тарқастық. Ертеңіне ауылға баруға жиналған мен әпкемнің сіңілінде дайындап, бірге ауылға барып келетін болдық. Сіңілім Ғайша ол кезде 7 жастағы қыз болды. 3 жасынан бастап мен бағып келем. Сондықтан менің жанымнан бір ел қалмайды. Мен де Ғайшаға қатты бауыр басқанмын. Құдды анасы мен қызындаймыз. Анасы үйде болмағандықтан бұл қыз іздемеді. Ес білгелі менің жанымда. Басқа қалаға оқуға да осы Ғайшаны қимай, онан жездемнің де нұсқауымен Қарағанды қаласына оқуға тапсырдым. Руслан Алматы қаласына тапсырды. Оның әке-шешесі Алматыдан жер алып, сол жаққа үй соққалы жатыр. Қарағандыдағы үйін сатуға қойды. Солай екеуміз екі жақта болдық. Десе де байланысымыз үзілмеді. Мереке сайын Алматыдан мен үшін Қарағанды қаласына келеді. Ал менің кешке жігітіммен кездесуге шыққаным жездеме ұнамады. Кеш бата боянып, жездеме ескертіп шығатын әдетім бар еді. Жездеме сыныптастарымен кездесеміз дейтін мені соңғы кезде қатты тексеріп, бірде Руслан екеуміздің қол ұстасып үй алдында келгенде көріп, қабағын шытты. Сөйтсем мені қызғанып жүр екен. Көп ұзамай әпкем қайтыс болып, бәріміз қайғыру үстіндеміз. Бірақ жездемнің қаншалықты қайғырғанын білмедім. Ер адам болғасын аса қатты қайғырғаны білінбеді. Ең сорақысы, әпкемнің 40 өтпей ішімдікке сылқия тойған мені қызындай көрген жездем менің арымды төкті. Анам қызының 40 боламын дегенше үйде болған. Алайда сол күні Ғайшаны алып, ертең қайтып келем, ауылға барып келуім керек. Жолда ауырып қалсам, Ғайша сүйеу болар, жанымда болсын, деген сөзіне мен байғұс сендім ғой, сендім. Жездем кешке қарай такси шақыртып, Ғайша екеуін салып жіберді. Мен үйде жездем екеуміз жалғыз қалдық. Бұрында солай жалғыз қалып жүрдік. Сол күні анам мен жездем бөлек бөлмеде ұзақ сөйлескен еді. Арасында ұрыс та естілді. Тыңдайын десем, шыны керек, біреулердің сөзі маған не керек деп те ойладым. Мен ойладым, анамның шәңкеткен даусын естігенде әпкемнің өліміне жездемді кінәлаған болу керек деп. Алайда ол ұрысты мен жайлы екен. Әттең, сол күні есіктің сыртында сол ұрыстарын тыңдағанымда бұндай азапты күндерім болмас еді сірә.